Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бізде келесі сабақ бұл тревожность, яғни мазасыздық. Шашыма мән бермейміз, тұрып кеткен погодаға байланысты. Көп адамдардың бойында кездесетін осы бір состояние мазасыздық. Яғни сізде вроде бы бәрі жақсы, ешқандай ондай мазасызданатындай өміріңізде ешқандай оқиға жоқ, да. Не бір басыңызда картина жоқ, не бір басыңызда ой жоқ мазасыздануға жеткізетін, бірақ сіздің жүрегіңізде тыныштық жоқ. Неге бұлай болады және қалай бұл нәрседен құтылуға болады, осы туралы айтатын боламын. Мынандай сәттер естеріңізде ме? Мысалға сіз үйде отырдыңыз, бастығыңыз сізге звондады да, осы жұмысты бітіріп кел деген сияқты, ертеңге дейін бітіріп алып кел деген сияқты. Сіз өз-өзіңізге уәде бердіңіз. То есть сіздің берген өз-өзіңізге деген уәдеңіз артынша сіздің ішкі дауысыңызға айналды да, сол нәрсені, уәдеңізді есіңізге салады. Сен істедің ба? Осылай жасадың ба деген сияқты. Яғни сіз бастығыңызға уәде бердіңіз, да, ертеңге дейін бітіріп алып барам деп, өзіңізге телефонды қойғаннан кейін уәде еттіңіз, ертең міндетті түрде осы жұмысты бітіріп алып баруым керек деген сияқты. Бірақ артынша үйіңізге қонақтар келді, балаға қарадыңыз, тамақ жасадыңыз деген сияқты отвлеклись, яғни басқа нәрселермен айналысып кеттіңіз. Бір заманда сіздің ішкі дауысыңыз айтады: жұмысты бітірдің ба, жұмыс қашан жасайсың деген сияқты сізге напоминает, есіңізге түсіреді. То есть бірақ та сіз осы жердегі бір момент, сіз сол ішкі дауысыңыздың сіздің өзіңізге берген уәдеңіз туралы есіңізге түсірген уақытқа дейінгі, өзіңізге уәде бергеннен сол ішкі дауысыңыз есіңізге түсіргенге дейінгі уақыт аралығында сіздің жүрегіңізде мазасыздық болды. То есть сіз мысалға бір нәрсемен айналысып жаттыңыз, киімі түтеп жаттыңыз, или кранды ағызып қойдыңыз деген сияқты, бір кезде сізді біреу шақырып қалды. Сосын мына нәрсені қазір ұмытып кетпейін деп сол шақырған жаққа қарай кеттіңіз, соның бәрін жұмысын істеп жаттыңыз. Сол моментте сіздің ішіңізде неке мазасыздық тұрды. Қайтып айналып келгенге дейін, яғни ана үтікті өшірдің ба деген ішкі дауысыңыз сөйлегенге дейінгі уақытта сіздің ішіңізде үнемі мазасыздық болды. Бұл не деген сөз? Бұл деген сөз біздің миымыздың, Алла тағаланың біздің миымызды соншалықты дамыған ми бергені соншалық, біздің түп санамыз өз-өзімізге берген уәделерімізді ешқашан ұмытпайды. Соны естеріңізде сақтаңыздар. Демек, қазір өміріңізде не үшін сізде мазасыздық бар? Демек, сіз бір нәрсеге қатысты өз-өзіңізге уәде бергенсіз. Яғни мидың мынандай қасиеті, өзіне алған сондай тапсырманы ми міндетті түрде есіне сақтайды. Яғни жаңағы блокнотқа жазып алған сияқты подсознание өзіне жазып алады да, ол нәрсені міндетті түрде орындайды. Түп санаңыз ол нәрсені ұмытып қалды, есінен шығарып жіберді, немесе орындамады деген әңгіме мида ешқашан болмайды. Мидың жұмысы өте андай толыққанды дамыған. То есть сіздің өзіңізге берген уәделеріңіз, олар ешқайда жоғалып кетпейді. Бірақ олардың мынандай қасиеті бар, что сіздің өз-өзіңізге берген тапсырмаларыңыз керек болмаса да орындала беруі мүмкін. Қазір ол нәрсені түсіндіремін. Мысалға сіз қараңыз, бір кездері өзіңізге ешқашан мынандай көшемен жүрмеймін, ешқашан мынандай адамдармен таныспаймын деген сияқты өз-өзіңізге кез келген нәрсеге ішіңізде берген уәдеңіз болашақта сізді мазасыздыққа дейін жеткізеді. Түсіндіңіздер, да? Яғни сіздің өміріңізді сіздің түп санаңыз басқарып тұрған жоқ. Сіздің өміріңізді басқа адамдар басқарып тұрған жоқ. Сіздің өміріңізді өзіңізге берген уәдеңіз басқарып тұр. Яғни өзіңіз басқарып тұрсыз. Мынандай сәттер болады. Неге сіз онда бүйтіп ойлауыңыз мүмкінсіз да, егер мен үйімнің жаңағы қожасы мен болсам, егерде берген уәделерімді орындау керек мен болсам, неге онда менің жаңа өзіме берген тапсырмаларымды өз-өзім орындата алмаймын? Кейде болады ғой, сіздің түп санаңыз сізді тыңдамайды. Өзіңізге қанша жаңағы бәрі жақсы болады деп сендірсеңіз де, сендіре алмайсыз өзіңізді. Оның бір ғана себебі, сіз қазір миыңызға жаңа тапсырма бердіңіз ғой, жақсы ойлау керек, бүйту керек, сөйту керек деген сияқты жаңа тапсырма бердіңіз, бірақ та сіздің миыңызда осы жаңа тапсырмаға дәл қарама-қарсы ескі өз-өзіңізге берген тапсырмаңыз тұр, приказыңыз тұр. Сізде получается екі тапсырма біріне-бірі қатар келген кезде миыңыз нені таңдайды? Миыңыз өз-өзіне таныс, безопасный, қауіпсіз жолды таңдайды.
Мысалға сіз қараңыз, өз өзіңізге бұрындары былай уәде берген болуыңыз мүмкін да. Сіз бір ұшақпен ұштыңыз да, и ұшақ жаңа турбулентностьқа келген кезде дірілдеді, секілдеді деген сияқты, и сіз сол кезде қатты қорықтыңыз. И сол кезде сіз өзіңізге айттыңыз, мен енді ешқашан ұшақпен ұшпаймын, үнемі тек қана жаңағы көлікпен, пойызбен жүремін бұдан кейін деп өз өзіңізге, допустим, уәде бердіңіз да, тапсырма бердіңіз, солай жаныңызбен, тәніңізбен сезініп өз өзіңізге тапсырма бердіңіз. И сіз мысалға 1 жыл өтеді, 5 жыл өтеді, 10 жыл өтеді, сіз ол тапсырмаңызды ұмытып кеттіңіз. 10 жылдан кейін сізге мысалға балаңыз или күйеуіңіз сізге айтады, жүр ана жындықта мемлекетке барып демалып келейік ұшақпен деген кезде, сіздің ішіңізде өз-өзінен беспокойство, мазасыздық басталады. Сіз ұшаққа отырғызайын десеңіз де өз-өзіңізді отырғыза алмайсыз. Өз-өзіне мазасыздық, өз-өзіне қорқыныш, хотя сіз ешқашан ұшақтан құламаған адамсыз да, ешқашан ондай сәттер есіңізде жоқ сіздің. Мүмкін есіңізден шығып кетті да, бірақ та сізді ана мазасыздық жібермейді. Сіз өз-өзіңізді ұшаққа никак отырғыза алмайсыз. Яғни миыңыз, жүрегіңіз сізді тыңдамай тұр. Неге? Өйткені жаңа айтқанымдай, сіздің оның алдындағы берген тапсырмаңыздан. Енді сіз қараңыз, қазір өз-өзіңізге, допустим, айтып жатсыз да, мен ұшаққа отырып барайын, ұшақпен елдің барлығы ұшып жатыр, ешқандай қауіптілігі жоқ деп өзіңізге айтып атсаңыз да, неге сіздің миыңыз сіздің жаңа өзіңізге берген тапсырмаңызды орындамай жатыр? Жаңа айтқанымдай, миыңыз үнемі өзіне белгілі, өзі қауіпсіз деп санайтын белгілі жолды ғана таңдайды. Түсіндіңіздер ме? То есть ол қайтадан ұшақпен ұшып сол нәрсені сезінгісі келмейді. Оның миында пойызбен жүру или машинамен жүру деген нәрсе қауіпсіз деген идея қалып қалды. Яғни сол үшін миыңыз үнемі қауіпсіз жолды таңдайды. Көп адамдарда осындайда, жұмысыңды тастап, жаңағы бизнес ашып, бір нәрсе деген кезде неге көп адамдар өзінің өмірін өзгертуге қауқарсыз? Яғни неге өзінің ішінде сондай бір сила воли, сондай бір рискті, рисковать етуді жүрегінде таба алмайды? Өйткені миы оған осыған дейінгі берген куча оның тапсырмасы, мына нәрсе қауіпті, мына жерде мошенниктер көп, мына жерде сені алдап кетеді, мына жерде ақшаңды тартып алады деген сияқты оның миына берген өзінің тапсырмалары оны жүріп көрмеген жолмен, тың жолмен ешқашан жүргізбейді. Түсіндіңіздер да? Сол себепті де сіздің бір кездері берген өзіңізге деген уәдеңіз қазіргі өміріңіздегі сіздің мазасыздығыңызға айналды. Бұрындары бір клиент келген кезде бізде осындай нәрсе болған, ол кісі былай айтады да, телефон шырылдаса, мен қатты қорқамын дейді. Жүрегім дірілдеп, ананы алып, ар жақтағы адамның дауысын естімейінше менде өте қатты сондай не дейді да, мазасыздық. Бірақ та ол өзі білмейді, не үшін мазасыздық екенін. Оны ешқашан телефонмен звондап біреу қорқытпаған, ода ешқандай бір телефоннан жаңағы бір жаман хабар естімеген никогда да, өзі білмейді не үшін ода телефон шырылдаған кезде мазасыздық болатын. И солай біз подсознаниесін копать етіп тапқан кезде, оказывается, 6 жасында үйлеріне бір ұры кірген, сосын үйлерін аралап жүрген, бұл қыз тығылып қалған, сөйтіп тығылып отырған кезде қасындағы телефон шырылдаған. Телефон шырылдаған кезде шошып кеткен, жаңағы ұры келіп мені тауып алама деген сияқты. Бірақ ол ұры болғанда ол андай мас адам болған, жай ғана просто үйлеріне кіріп, жүріп, тамақ алып шығып кеткен деген сияқты. И ана телефон шырылдаған кезде жаңағы мас мені көріп қойма, тауып алама деген қорқыныш қатты жүрегінде қалып кеткен. И то есть сол кездегі беспокойство өмірінде телефон шырылдаса бітті, қорқыныш. Телефон шырылдаса бітті, сондай бір мазасыздық келеді. Жоғарыда айтқанымдай, бұндай тапсырмалар ешқайда кетпейді, және де олардың бұндай тапсырмалардың өте бір сондай қауіпті жағы, егер де өз-өзіңізбен, миыңызбен жұмыс жасамайтын болсаңыз, қазіргі сәтке оралдырып мен айтқан техникаларды сияқты жасамайтын болсаңыз, сіздің басыңызда өзіңізге берген тапсырмаларыңыз бетімен кетеді. Яғни олар ешқайда жоғалмайтыны бір бөлек, олар керек емес жерде де орындала береді. Яғни ойды ой тудыратыны сияқты тапсырманы тапсырма тудырады. Мысалға қараңыз, сіз, допустим, бала кезіңізде бір грязный шприц, сізге укол салды, шприц грязный болды, кір болды да, и сол жерден сіз бір заражение алып қалдыңыз да. Сол кезде өз-өзіңізге былай уәде бердіңіз. Мен енді ешқашан укол салдырмаймын, бұл өте қауіпті екен деп өз-өзіңізге уәде бердіңіз.
сіз сол уәдеңізбен 5-10 жыл біраз уақыт өмір сүрдіңіз, допустим. Сіз басында тек қана сондай бір емделу, больницаға бару деген нәрседен ғана қорқатын едіңіз, бірақ уақыт өте келе сіз почему-то ауру деген нәрседен қорқып кеткенсіз. Өйткені қараңыз, сіздің басыңыздағы жаңағы мен емделмеуім керек, емделуге болмайды деген мазасыздық басқа сұрақты тудырады ғой сіздің басыңызда. Яғни емделуден қорқу деген сөз, ол уже аурудан қорқу деген сөз. Яғни сіз бара-бара уже жаңағы өзіңізге берген тапсырмаңыз күшейіп, сіз уже ауырғаннан қорқып бастайсыз. Өз-өзіңізден ауырған адамды көрсеңіз қорқып, өз-өзіңізден больницадан қорқып, аурудан қорқып, ауырып қалам ба деген қорқыныш басталады. Сол ауырып қалам ба деген қорқынышпен сіз тағы да біраз уақыт жаңағы ешқандай миыңызбен жұмыс жасамай, жүрегіңізді тыныштыққа келтірмей, тағы да сіз біраз уақыт өмір сүріп жүре бересіз. Бір заманда бұл нәрсеңіз сіздің уже балаларыңызға өтеді. Сіз бала туасыз, жаңағы немесе отбасын құрасыз деген сияқты, енді балам не болмаса күйеуім ауырып қалса қайтем деген нәрсе сіздің сол мазасыздығыңызды одан сайын күшейтеді. Сіз күйеуім ауырып қалса қайтем, баламды бірдеңе болып қалса қайтем деген мазасыздықпен өмір сүріп жүресіз. Ол нәрсе ойды ой тудырады, мазасыздықты мазасыздық тудырады, и бір заманда сіз уже жалғыздықтан қорқып бастайсыз. Яғни сіздің бағанағы өршіген сіздің ойларыңыз, жаңағы балам, күйеуім ауырып қалса қайтем деген сіздің мазасыздығыңыз уже олар өліп қалса қайтем деген нәрсеге апарып тірейді. То есть сіз уже олардан айырылып қалудан қорқып бастайсыз. Олардың айырылып қалғаннан кейінгі артындағы сізге қалатын нәрсе ол жалғыздық. Сіз уже жалғыздықтан қорқып бастайсыз. Сөйтіп бұл нәрсе сіздің бойыңызда миыңызды, өз-өзіңізді, ішкі дүниеңізді бетімен жібергеніңіздің әсерінен сіз уже бүкіл өмірден, бүкіл әлемнен өмір сүруден қорқып бастайсыз, понимаете? Енді қараңыз, соның барлығын алып қарайтын болсаңыз, бұның бір ғана себебі кішкентай нәрсе, сол бір салған шприцта еді. Сіз сол өз-өзіңізге берген уәдені тауып, сол жаңағы өз-өзіңізге берген тапсырманы тапқан кезіңізде шприцтің ешқандай ол бір ғана оқиға екенін, өмір бойы олай қайталана бермейтіндігін, ода тұрған ештеңе жоқтығын сіз миыңызға түсіндіріп, сол тапсырмаңызды отменять еткен кезде, сол тапсырмаңызды алып тастаған кезде, сіздің жүрегіңізге тыныштық келеді. Просто вас отпустит. Андай болады ғой, бір андай состояние келеді да, мысалға сіз бір нәрсенің жауабын, мысалға больницада бір туысыңызға Құдай сақтасын, енді операция жасалады, сіз соның жауабын күтіп отырдыңыз, аман қалды ма, или дұрыс па, дұрыс емес па деген нәрсені күтіп отырдыңыз да, или экзаменде ответін күтіп отырдыңыз. И сіздің бойыңызда такой мазасыздық, не болады деген сияқты. Сізде бір кезде да, бәрі жақсы дегенді естіген кезіңізде просто сізді жібереді да. Ішіңізде бір нәрсе просто сізді жібереді, отпустит. И сол нәрседен кеудеңізді толтырып, сіз уже еркін тыныс аласыз. Бүкіл мазасыздықтың бәрі сіздің тыныс жолыңызды негізінде жабады. Сіз как будто, знаете, как будто былай тез-тез ғана тыныс алатын сияқты. Сондай нәрсе келеді да. Ал сіз когда уже мазасыздықтың бәрін жіберген кезде, сіз уже кеудеңізді толтырып еркін тыныс алатын боласыз. Сол арқылы сіздің уже жаңағы бір шприцпен бірге сіздің жаңағы аурудан қорқу, өлімнен қорқу, жалғыздықтан қорқу деген сияқты сіздің бүкіл мазасыздығыңыздың тең жартысы кетеді. Сол үшін де өздеріңізбен мидың жұмысын бағаламай, ой жай ғана менің ойым деген сияқты нәрселерді олай жасауға болмайды. Өткенде айтқанымдай, өзін жақсы танитын адам, өзін білетін адам, ол бүкіл өзінің ойын білетін адам. Ол қандай ой ойлайды, ода қандай программа бар да деген нәрсенің бәрін білетін адам, ол өз-өзін жақсы танитын адам. Ал өз-өзіңізді жақсы тану үшін сіз ойыңызды тану керексіз. Сіз ойыңызды тану үшін күнделікті не ойлайтыныңызға, не сезінетініңізге мән беру керексіз. Бұдан шығатын сіздерге тапсырма, қазіргі сәтпен өмір сүріңіздер. Қазіргі сәтпен әрбір ісіңізге вникать етіп, әрбір ісіңізге кірісіп өмір сүрген кезде сізде артық ойлар болмайды. Жаңағындай бір қорқынышты ой, екінші қорқынышты ойды тудырмайды. Чтобы бір жаман ой, екінші жаман ойды тудыру үшін сіз не істеуіңіз, сіз
ойыңызға бір идеяны салсаңыз бітті, ол нәрсе өрши береді. Понимаете? Сіз сол үшін жаңағы жақсы ойла дегеннің барлығы сол. Яғни сіз жаман ойды миыңызға кіргізбеуге тырысу керексіз. Ал ол үшін өз-өзіңізді қадағалау керексіз. Сол себепті қазіргі сәтпен өз-өзіңізді қадағалап өмір сүріңіздер. Және де өздеріңіздің басыңызда осындай артық ойларыңыз болса да, осындай өз-өздеріңізге берген тапсырманы біліп қалған кездеріңіз, өз-өзіңізде сондай бір установкаңыздың бар екенін анықтап қалған сәттеріңіз болса, үнемі қағазға жазып жүріңіздер, потому что олардың бәрін мидан болашақта алып тастайтын боласыз. Ал егер де сіз практикалық сабаққа қатысқан болсаңыз, онда өзіңіздің дәл осындай установкаңызды, яғни өз-өзіңізге берген тапсырмаңызды табасыз да, қорқыныш деген проработка тұр ғой да, сол проработкаға кіріп қорқынышыңызды прорабатывать етесіз. Өйткені кез келген тревожность, яғни кез келген мазасыздық, бұның артында либо боль, либо жаңағы қауіп. Осы екі нәрседен қорқу, сізді больно бола ма деген нәрседен қорқу да, және де бұл нәрсе маған қауіпті емес па деген екі нәрседен қорқу, ол үнемі мазасыздық. Сол себепті бұл қорқыныш блогына жатады. Жаңағы проблемаңызды таптыңыз, все, қорқынышқа кірдіңіз, проработка жасадыңыз, и бұндай нәрселерден құтылдыңыз. Поверьте мне, өміріңіз намного жеңілдейді. Үнемі өз-өздеріңізбен жұмыс жасаудан ерінбеңіздер, жалықпаңыздар. Бұл міндетті түрде өз жемісін береді. Еркін тыныс алып, жүрегіңіздегі тыныштыққа жеткеннен артық бұл өмірде ешқандай ләззат жоқ. Сол себепті самый главный ерінбеңіздер, өз-өздеріңізбен үнемі жұмыс жасап отырыңыздар.